Достар, бүгінгі сабағымыз қысқа, бірақ өте пайдалы болады. Біз күнделікті өмірде ана затты бер, мына затты бер, аналар, мыналар деп айтамыз. Ағылшын тілінде бұны қалай айтуға болады? Өте оңай, бізге көмектесетін тек 4 сөз. This or that, these or those. Алдағы екеуі жекеше түрде тұрған зат есімдерді атауға қолданылады. Ал соңғы екеуі these or those көпше түрдегі зат есімдерді атағанда қолданылады. Мысалы, менің қолымда мына бір кітап тұр. Бұл this book. Неге this? Себебі бұл жекеше түрде тұр. Менің қолымда тек бір кітап. Және неге this, that емес. Себебі бұл кітап менің де, сендердің де алдарыңда. Бұл бізге жақын. Ал, ана кітапты қарап көрсекші, қара кітап. Как инвестировать деген. Ол that book болады. This book, that book. Екеуі де жекеше түрде, бірақ біреу жақын, this, біреу алыс, that. Ал енді көпше түрдегі зат есімдермен қайтеміз. Мысалы, менің қолымда қазір 2 қағаз кружка бар. 2 paper cups. These cups. Осы кружкалар, осы стакандар. These cups. Ал енді менің артында тұрған уже басқа кружкалар. Those cups. Себебі олар менен алыс тұр. These cups және those cups. Егер алыс тұрса, біз those дейміз, бізге жақын тұрса, these дейміз. Кейде this, that, these, those деген сөздер сын есім немесе есімдіктің рөлін атқарады. Мысалы, these earphones are mine. Бұл наушник менікі. These earphones. Яғни these деген бұл наушникті сипаттап жатыр. These earphones. Сол үшін ол сын есімнің рөлін атқарып жатыр. Мінекей достар, бүгінгі сабағымыз өзім уәде бергендей қысқа болды, бірақ оны есте сақтау үшін төмендегі жаттығуларды орындап көрейік.